қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы байлым, байтақ елім. Қазақ тіліндегі негізгі тақырып монолог құрай аламын. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды, тірек сөздермен монолог құрауды үйренетін боласыңдар. Қазақ тілі оқулығының 9 бетіндегі 11 тапсырмаға назар аударыңдар. Мен қазір мәтінді оқимын. Сендер мәтінді тыңдап болғаннан кейін 10 беттегі сұрақтарға жауап бересіңдер. Өте ертеде бір дана қария дүниеден өтерінде қасына ұлын шақырып алып, балам, дүниемен қоштасар күнім жақын. Өзіңе қалдырып бара жатқан асыл қазынам бар. Сен соны іздеп тап, ұқыпты пайдалан, ұқсатып қолдан, депті. Күндердің күнінде бала әке қалдырған қазынаны іздеймін деп әбден шаршайды. Бірақ әкеден қалған қазына таптырмайды. Амалы таусылған бала ел ішіндегі көпті көрген бір қариядан ақыл сұрай барады. Әкеңнің сөзі рас, балам. Оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой. Бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ, деп кемеңгер қария аталы сөздің шешуін айтыпты. Мәтін түсінікті болса, 10 беттегі 1 тапсырманы орындаңдар. Мұндағы 1 сұрақ. Мәтін кім туралы? Асыл қазына туралы, дана қария туралы, тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы. Ойландыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар. Мұндағы мәтін тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы. 2 тапсырма. Негізгі ой айтылған бөлікті көшіріп жаз. Ол үшін мәтінді қайтадан бір рет оқып шығып, негізгі ой айтылған бөлікті тауып, дәптеріңе көшіріп жаз. 3 тапсырма. Тіл қымбат қазына, әке аманаты, аталы сөздің шешуі деп аталған қысқаша атаулар берілген. Сенің таңдаған негізгі ойдың қысқаша атауы болатынын таңда. Дәптеріңе жазып қой. Біз мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтадық. Ал енді 10 беттегі 13 жаттығуға қараңдар. Мұнда мәтін берілген. Біз мәтіннің монолог немесе диалог екенін анықтайық. Мәтінді мұқият оқып шық. Монолог туралы білетінімізді еске тағыда түсірейік. 10 беттегі мына ақпаратты мұқият оқы. Онда монолог туралы түсіндірме жазылған. Бұл түсіндірмені есіңе сақта. Оқу тапсырмасы. 14 жаттығудағы тірек сөздерді пайдаланып, мен тәуелсіз елдің ұланымын тақырыбында монолог құрап жаз. Балалар, бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды, тірек сөздермен монолог құрауды үйрендік. Сонымен бірге, тілден асқан байлық жоқ екенін мәтінді оқи отырып біліп алдық.